Көп адамдар қазіргі заманда дін біртіндеп жоғалады деп ойлады. Ғылым мен технология дамыған сайын кейбір ойшылдар адамзат аз діндар болып, көбірек рационалды болады деп сенді. Бірақ шындық мүлде басқаша болды. Бүгін біз жасанды интеллект, әлеуметтік желілер және цифрлық технологиялар дәуірінде өмір сүріп жатырмыз. Адамдарда шексіз ақпаратқа қол жеткізу мүмкіндігі бар. Қазіргі өмір бұрынғыдан да жылдам, байланысқан және технологик болды. Соған қарамастан дін жойылып кеткен жоқ. Әлемнің көптеген бөліктерінде адамдар әлі де руханиятты, өмір мағынасын және моральдық бағытты іздейді. Неліктен? Себебі технология өмірді ыңғайлы ете алады, бірақ адамның ең терең сұрақтарына толық жауап бере алмайды. Мен кіммін? Неге өмір сүріп жүрмін? Азаптың мәні неде? Өлімнен кейін не болады? Қазіргі қоғам көптеген материалдық мәселелерді шешті, бірақ жалғыздық, мазасыздық және ішкі бос сезімі өсіп келеді. Сондықтан да дін миллиондаған адамдар үшін әлі де маңызды болып қала береді. Сондықтан кейбір қазіргі философтар постсекулярлық қоғам туралы айтады. Бұл тіпті жоғары технологиялық қоғамдарда да дін әлеуметтік және моральдік рөлін сақтайды дегенді білдіреді. Бүгінде дін өзгеріп жатыр. Ол әлеуметтік желілерде, ютубта, тиктокта және цифрлық платформаларда да көрініс табуда. Бірақ адамның өмір мағынасын іздеуі жалғасуда. Мүмкін бұл бізге маңызды бір нәрсені көрсететін шығар. Адам тек технологиялық жаратылыс емес, адам рухани жаратылыста. Сондықтан дін қазіргі әлемде жойылып кеткен жоқ.